Баршаңызға қайырлы күн, қыздар, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Осы ораза айында сіздерге өте дәмді, қатпарлы, құрамына йогурт қосылып жасалынатын қаттама нанның рецептімен бөлісемін. Қатпарлы, қытырлақ, ыстық күйінде түгелдей желініп кететін бұл рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бісміллә деп ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін жылы сүтімізді қосамыз, таза ыдысымызға құйып, және йогуртымызды қосатын боламыз. 120 грамм йогурт жеткілікті. 15-10 грамм қамыр қопсытқыш. Қамыр қопсытқыш дегеніміз разрыхлитель қосатын боламыз. Және осы кезде дәміне қарай тұз салуды да ұмытпаңыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып алыңыздар. Біздің тұзымыз еруі керек, ешқандай қант қосудың қажеті жоқ, қыздар. Және илектен өткізілген ұнымыздың барлығын толықтай қосамыз. Жұмсақ, қолға сәл ғана жабысатын қамырымызды илеп шығатын боламыз. Қолға сәл ғана жабысады. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде төмендегі подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар, және осы қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Барлығын жақсылап тұрып араластырып болғаннан кейін қамырымыз дәл осы видеодағыдай қолға сәл ғана жабысады. Және бетін жауып 15 минутқа тындырып қойыңыздар. Тынған қамырымызды рулет сияқты орап, осы қамырдан менде 2 қаттама шығады. 2 қаттамаға 4 бөліктен бөліп аламыз. Яғни мына рулет сияқты ораған қамырымыздан 8 бөлік шығаратын боламыз. 4-4-еуден жасасақ, сонда бізде 2 қаттама шығады. Чұқай етіп қамырымызды жаямыз. Осы кезде ескеретін жағдай, қамырды міндетті түрде чұқа қылып жайыңыздар. Қағаз сияқты болу керек. Жыртылып жатса да еш нәрсе қылмайды. Ешқандай оны уайымдаудың қажеті жоқ. Ең басты нәрсе бізде қамыр жұп-жұқа болу керек, кәдімгі қағаз сияқты болу керек. Ал енді арасына жағатын майымыз щедрое лето 72% сары маймен дәл өзіңіз тамаққа қосатын сұйық майды қосатын боласыз. Осы 2 майды толықтай ертіп, бетіне шыққан ақ көбігі болса алып тастаңыздар, және қамырдың бетіне толықтай жағатын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қарап отырсаңыздар, қасықтың көмегімен ең алдымен қамырға ертіп дайындап қойған майымызды толықтай құйып, міндетті түрде қыздар қолмен жағыңыздар. Қолмен жаққан өте ыңғайлы, әрі барлық шетіне тиетін болады. Сол себепті мүмкіндік болып жатса қолмен жағып шығыңыздар. Барлық шетіне тиюі керек. Тигеннен кейін барлығына орналастырып болғаннан кейін сары майды екінші қамырымызды орналастырамыз. Тағы да оның бетіне сұйық майымызды жағып, жаңағы ертіп дайындап қойған. Толықтай барлық жеріне тигізіп, үшінші қамырымызды орналастырамыз. Қарап отырсаңыздар, видеода қамыр толыққанда арасында жыртылады. Қыздар, одан уайымдамаңыздар. Тағы да айтамын, жыртылуы ол қатты маңызды емес. Ең бастысы қамыр чұқа болса, ол қатпарлы қытырлақ болып шығады. Және құрамында йогурт болғаннан кейін бұл қамыр сол себепті ғана жыртылады, сол үшін. Рулет сияқты толықтай орап, тығыз қылып. Қыздар, ешқандай холодильникке салудың қажеті жоқ. Дәл осы видеодағыдай қолдарыңызбен басып формасын келтіресіздер, домалақ қылып. Одан кейін бар боқтаудың көмегімен сәл ғана жайып жерсеңіздер де болады. Бетін пакетпен жауып, кемінде 30 минуттай бөлме температурасында ұстаңыздар. Және 30 минут өткеннен кейін пергамент қағазына міндетті түрде орналастырып, бетін сарыуызбен, яғни жұмыртқаның сарыуызын жағып, қызып тұрған пешке 25-30 минутта толыққанды пісіп шығады. Қыздар, ыстық күйінде дастарханға қойсаңыздар түгелдей желініп кетеді. Қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Мына шетте мен пештен енді алғандықтан, ыстық болғандықтан сіздерге толыққанды көрсете алмадым. Бірақ міне қараңыздар, видеода қатпарларын қараңыздар, өте дәмді болып шығады. Бұл рецепті мен ең алғаш рет дайындасам да сіздермен бөлісіп жатырмын. Бір жасағаннан шығатын сәтті рецепттердің бірі. Міндетті түрде рецепті өзіңізге сақтап алыңыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, баршаңыздың дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Менің тұрақты көрермендерім, не болмаса мені ең алғаш көріп отқан оқырманым болсаңыз, каналға жазылып қойыңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.